Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Күллі мақтау бүткіл әлемнің Раббысы болған Алла субханаллаху ва тағала болсын. Салават сәлемдер екі дүниенің сардары болған пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға болсын. Құрметті жамағат, бүгінгі қозғайын деп отырған тақырыбымыз жомарттық дегеніміз не? Жомарттық бұл адам бойындағы барша жақсы қасиеттерді қамтитын мәселелердің бірінен. Жомарттық, кеңпейілділік, бауырмашылдық деген сияқты көптеген мәселелерді қамтиды. Алла субханаллаху ва тағаланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадистерінің бірінде расында жомарт Аллаға, жәннатқа және ел жұртына жақын, жаһаннамнан алыс дейді. Ал сараң болатұғын болса, ол Алладан, жәннаттан, ел жұрттан алыс, жаһаннамға жақын деген. Алла субханаллаху ва тағала қасиетті Құран кәрімде мына бір аятын келтіреді. Саба сүресінің 39 аятында Алла тағала «Вама анфақтум мин шайин фахуа юхлифуху». Расында сендер Алла жолында не нәрсені жұмсасаңдар, Алла тағала оның орнын міндетті түрде толтырып қояды деген. Сондықтан жомарттық бұл ең үлкен бір адамгершілік қасиеттерден болып саналады. Ғалымдарымыз осы жомарттықты бірнеше сатыға бөледі. Бірінші жомарттықтың түрі сахауат деп аталынады. Сахауат дегеніміз бұл адамның Алла тағала өзіне бұйыртқан мал мүлкінің белгілі бір бөлігін ғана садақа ету. Бұған біздің зекет түрін жатқызуға болады. Яғни белгілі бір түрін ғана садақа ету. Екінші бір мәселесі жут деп айтылады. Жут дегеніміз көбін беріп, азын өзіне қалтыру. Бұл турасында мына бір мысалды келтіре кетсек болады. Алла субханаллаху ва тағала Құран кәрімде «Фастабиқул хайрат» дейді. Яғни жақсылықта жарысыңдар. Біздің сахабаларымыз осы мәселеде бір-бірімен жақсылықта үнемі жарысатын болған. Соның бірі Абу Бакр радиаллаху анху мен Омар радиаллаху анхудың жақсылықта жарысуы. Омар радиаллаху анху Абу Бакр радиаллаху анхудың жақсылықтағы өзінің құлшынысын былай бір сипаттап береді. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге соғысқа, яғни дін үшін соғысқа, джихадқа көмек беруімізді айтты. Сол кезде біздер әр қайсымыз өзіміздің шамамыз жететін мал мүлкімізден әкелуге шықтық. Ол кез менің дәулетімнің асып тасыған кезі еді дейді Омар радиаллаху анху. Сөйтіп, осы жолы мен Абу Бакрден озатын шығармын деп, өзімнің мал мүлкімнің тең жартысын алып келдім дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Ей Омар, сен не әкелдің?» деді. «Мен мал мүлкімнің тең жартысын әкелдім» дедім. Сәлден соң менің артымнан Абу Бакр де келді. Ол мал мүлкінің барлығын алып келген екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кісіге де сұрақ қойды: «Ей Абу Бакр, отбасыңа не қалдырдың?» деді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анхудың жауабы мынау болды: «Расында отбасыма Аллаға және Расулуллаға деген сүйіспеншілікті қалдырдым» деді. Мен осы кезде еш уақытта жақсылық жасауда Абу Бакрге жете алмайтындығымды түсіндім дейді. Яғни бұл жақсылық жасаудың екінші жомарттықтың түрі екен. Келесі түрі исар деп аталады. Яғни өзінің мұқтаждығы бола тұра басқаларға көмектесу. Бұған аңсарларды мысалға келтіруге болады. Алла үшін Меккеден Мадинаға қоныс аударған мұхажирлерге аңсарлар өздерінің мал мүліктерінің тең жартысын бөліп береді, өздері мұқтаж бола тұрса да. Бұл туралы Алла субханаллаху тағала Құран кәрімде келтіреді. Расында олар өздері мұқтаж бола тұра өздерінің мал мүліктерін оларға арнады. Тіпті олардың жүрегінде оларға деген титтейде қызғанушылық, яғни мал мүлік беруден өкініш болған жоқ дейді. Бұл жомарттықтың ең биік шыңы деп айтсақ та болады. Жомарттық бұл тек қана
Алла жолында жұмсауды ғана білдірмейді. Өйткені жомарттық деген кезде біз көп деп үлкен жақсылықтар жасауды ғана айтамыз. Мешіт, медресе салу, тағы да үлкен бір нәрселер салып тастауды жомарттық деп білеміз. Ақиқатында жомарттық бұл ең бірінші жүрекпен жасалынады екен. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан: "Я Расулулла, нағыз жомарттық қандай болады?" деп сұраған кезінде, кедейдің жомарттығы дейді. Ол не деген сөз? Жомарттық деген нәрсе ол бір үлкен дүниені беру емес, шынайы ықыласпен садақа жасау. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мұбарак хадистерінің бірінде келтіреді: расында нағыз садақа ол оң қолы берген садақаны сол қолы білмейтін дәрежедегі садақа дейді. Жомарттық турасында айтқанда Хадиша анамызды айтпай кетсек болмас. Өйткені мүминдердің анасы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жұбайы, ең алғашқы болып әйелдердің біріншісі болып дінді қабылдаған Хадиша анамыз да Алланың берген байлық, дәулет жағынан өте бай, беделді әйел болған. Бірақ Алла субханаллаху тағаланың ризалығы үшін көптеген жақсылықтар жасап, өзінің мал мүлкін дүниеден озғанға дейін сол жолда жұмсап кеткен. Тіптен соншалықты дәрежеде Алла жолында садақа жасағаны сондай, өзі дүниеден озатын кезінде өзін орайтын 2 метр матада жеткіліксіз болған екен ағайын. Сондықтан Алла субханаллаху тағаланың осы бір берген байлығын орнымен пайдалануды сізбемізге нәсіп етсін. Қазақта әдемі сөз бар: бүркіт шашып жейді, жапалақ басып жейді дейді ағайын. Сондықтан Алла субханаллаху тағала сіздер мен біздерді нағыз жомарттардан болуды, бүркітше шашып жейтін, өзіне берілген ризық несібені шамасы келгенше басқаларға көмектесуге арнайтын құлдарынан болуымызды нәсіп еткен болсын. Алла тағала ризық несібімізді мол етсін, садақаны көптеп шығаруды Алла тағала барлығымызға нәсіп етсін. Алланың алдында мақтаулы болған нағыз жомарт құлдарынан болуды нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анна алхамдулиллахи раббил аламин.